Аңшылар қайыр декабрынан 15 эфирде заман Қырымве дүнияда олған қаберлерінен таныш етмеге азырымыз студияда. Сіздеріні мен Шевкет Наматулаев. Селемлайым. Сияси мабус Тофик Абдулгазиев ярамай ешті башлыған. Бұны махкемеден сон оның адвокаты Эмиль Курбидинов қабер етті. Оның сөздеріне көре, вақтында тебе ярдым берілмегені бөлі алға кетірген. Бүгін ішғалжелер махкемесі имайжелерге дава материалларынан таныш олма мұддеті сыңырланмасына қаршы берілген шекетінің бақып қанатлендірместен қайтарды. 56 том дава материалларынан таныш олмақ үшін ішғалжелер ноябрінің 20-не қадар вақыт айырған еді. Курбидиновтың сөздеріне көре дава материаллары енді Русияның Женеберби махкемесінде. Жинай дава анда бақылажақ мабуслеріні де Ростов елетінің СИЗОсына кешірежеклер. Мы ждем этапирования ребят в Ростов-на-Дону. Даже не этапирование, это насильственный угон с территории Крыма, да, крымских татар по таким уголовным делам в нарушении 4-й Женевской конвенции, о чем мы постоянно говорим. И вот ждем этого угона, так скажем, и ждем, когда начнутся судебные заседания уже непосредственно в Южном окружном военном суде. Я был в следственном изоляторе сегодня по видеоконференц-связи. Вот, увидел Тофика, он в моральном, так скажем, состоянии отличном, как всегда, но есть проблемы со здоровьем, в том числе со слухом, болезни, которые были, и ненадлежащая медицинская, да, осмотр и помощь дали осложнение на уши, и он плохо слышит теперь. Махкеме туплашывы қапалы режимде кечірілді. Қол тұтмаға келгенлеріні кечірмегенлер. Тофик Абдулгазиев кечкен сене март айында Ахмеджетте Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтылған 25 қырым татарындан бұрыдыр. Тінтувлер Ахмеджет жеварындaki қасабалар ве Қарасу базар районында кечірілген еді. Мен алғанда 25 қырым татар апске алынды. Мабуслеріні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметіні күчнен запт етмейін тұлғында қабатлайлар. Айдар Жепаровның Ростов СИЗОсында пармақы ирынле башлагануңа ажиле операция япылмалы. Мабусозына ярамай дұйғаны үшін оны бүгін СИЗОдан махкемеге біле кетірмегенлер деді махкемеге келген адвокатлар. Бұндан себеп махкеме топлашуыны жұма ақшамына қалдырғанлар. Бүгін махкемеде имайджи тарафының шаатларына сорғудан кечірмек керек еділер. Вчера он жаловался на боли в руке, у него панориций. В принципе, как он сказал, он болеет уже в течение 3 недель, и пока ему кололи антибиотики, боли как-то утихли. Но сам гной в пальце остался, и он обратился к администрации СИЗО, чтобы его вывезли в медчасть, почистили этот гной, да, хирургическое вмешательство, чтобы было. И уже вчера говорил о том, что в связи с тем, что перестали колоть антибиотики, нарыв на пальце начал опять болеть. Мы надеемся, что помощь Айдеру будет оказана, потому что она только хирургическая, только в определенных условиях. В условиях камеры следственного изолятора это невозможно. Ни таблетки, ни уколы, ни капельницы здесь ничего не поможет. Только чистка, только хирургия. Русияның Женеберби махкемесі кечкен сене июнь айында Қарасу базарда терроризмде қабатланып тұтылған уч қырым татары Баба Вебала Энвер Вериза Умеровларының Айдар Жепаровнан давасыны бақмақта. Ишғалжелер учыны де Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметіні күчнен запт етмейін тұлғында қабатлай. Сияси мабуслерге аталық яп Liberate Крайме әрекеті ве халық депутатларына бойле чағыруынен мұражат етті. Қырым азат етілмесі ве Қырым татарларынан халқара бірдемлік әрекеті аталық компаниясы черчевесінде ишғал етілген Қырымда репрессияларға оғратылып Русия әпсханелерінде тұтылған мабуслер ве қуранталарына ярдым етмеге давет етті. Депутатларға бірде-бір мабусны сайлап оңа аталық япып айда ең азындан бір кере сияси мабусынан давасы ве ала қында ачық айдын тариф етмеге. Мабуслерге ве қуранталарына ұқықы сияси информацион жеттен ве кереклі дигер ярдым бермеге чағыралар. Мабуслер тез вақытта азат етілмесі үшін президент офисі үкімет шетел тешкілатларына мұражат етіп, мабус азат етілген сонда оның реабилитациясынан оғрашмаға чағыралар. Қырым татар ресурс мерkezінің малыматына көре ишғал башлағанындан берлі Қырымда 218 кіші қанунсыз шекілде тұтылып, Кремльнің сияси мабусы олды. Олардан 150-сі Қырым татарлар, шымдылек 114 кіші Русияның СИЗО ве әпсханелерінде тұтылмақта. Потім
ми в листах написали, що ми просимо до 20 грудня визначитись, з яких бранців Кремля депутати беруть до опіки. А потім ми 21 грудня будемо проводити прес-конференцію і ми будемо інформувати громадськість. Далі ми будемо знову звертатися до тих народних депутатів, які ще не визначилися. І потім ми будемо знову повертатися к цьому процесу і будемо проводити широку інформаційну кампанію. Қырым сакинлеріне Украина девлеті тарафындан қызметлер алынмасы қолай жаулajaq. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісінің муавина Тамила Ташева айтты. Оның сөздеріне көре ишғал алтында бұлынған сакинлер банк вет тиби қызметлеріні онлайн шекілде қолланып олajaq. Шымды темсілжілік Милли банк рақамлар трансформациясы ве ишғал етілген территориялар реинтеграциясы меселелері бойынша назерліклерінен музакерелер кечере. Ташеваның сөздеріне көре шымды Қырым сакинлері екімнен онлайн декларация имзалап керекли лячыларына доступне лики программасы черчевесінде ала біле. Бұне берабер ишғалжелер берген доғуфе олым шеядетнамесі esasında Украина весиқасы алынмасы саделештірілежек. Шымды доғуфе олымны таздықламақ үшін Украин махкемесіне мұражат етмек керектір. Ташеваның сөздеріне көре бұны гражданлық вазиетлеріні весиқасыны берген идарелерді япа біле. Кереклі деңішмелеріні кележек сене барды таздықламаға планаштыралар. Україна не визнає документів жодних, які видає окупаційна влада. Але інформацію, яка там містить, вона може взяти до уваги. Відповідно, процедура так і прописана, що беруться дані до уваги, які можна потім використати при тому, коли будуть видавати цей документ. Або, можливо, не будуть, а будуть тільки шляхом свідчення особи, батьків або там, не знаю, найближчих родичів, і на основі цих даних буде визнаватися, що дитина народилась. Юқары Шура Украинаның кележек сене бюджетіні қабыл етті. Весиқаға көре 1 триллион 92 миллиард гривна жибарында келер ве триллион 328 миллиард гривна жибарында пара масраф етменге көзде тұталар. 5,5% бюджет қытлыға бар. Бұл сенеге көре мемлекетінің иқтисадияты 8,5%ға артмалы. Инфляция 7% жибарында олмасыны тахмин етелер. Январының бірінден ең алчақ айлық 6,000 гривнаға қадар артмалы. Бұл $1 фияты 29 гривна 10 капы колмасыны тахмин етелер. Малия Назира Сергей Марченко қайдеткеніне көре бюджет кризиске қаршы ве уйғынлаштырылған. Що в Міністерстві фінансів немає друкарського верстату, який друкує гроші. Ми б з радістю хотіли підвищити в разі зарплати і медикам, і освітянам, і нашим воїнам, які тримають оборону нашої країни. Але ми повинні тримати баланс і виходити з реальних можливостей нашої економіки. Тому я прошу вас підтримати сьогодні цей проєкт державного бюджету. Країна має увійти в новий рік з чинним бюджетом, аби мати інструмент для трансформації країни. Европейская солидарность фракциясындан халқы депутатлар акимия теклиф еткен бюджет лейхасыны ичтимаи төлевлер эксілтілгені үшін тенқыт етті. Мұдафа саасына масрафлар кечкен сенелған севеде қалдырылды. Ама сонки 6 ел девамында бірінші кере арбилерге айлықлар арттырылмады. Ама президент офисіне қызмет еткенлерге масрафлар чоқлаштырылды. Ці гроші йдуть на каруселі біля Банкової і на офіс Зеленського. Зараз кожен з вас, хто натисне зелену кнопку, має поїхати в свої округи і сказати, чому ви взяли хабар від влади Зеленського і натиснули кнопку «За» бюджет, де немає жодної копійки на підвищення зарплат воїнам, які захищають вас. І це вперше з часів Януковича. І можливо, що в цьому документі бюджету не всі цифри виглядають реалістично. Але ми з вами повинні знайти компроміс. Особливо для видатків на освіту і на медицину. Адже ці в галузі в умовах пандемії найбільш вразливі. Хасталарынан сайысына көре түзелгенлерінің сайысы 2 кереге жоқ. Кешкен күн деваманда Украинада 8416 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. 16.000-ден зияде хаста түзелген. Сақлық назірлігінде коронавирусқа қаршы ашылама планы ішлеп шығарылған.
Назир Максим Степанов айтқанына көре приоритетлі жетвелге 21 миллион инсан көрсетілген. Біріншілер сырасында вакцинациядан екім, ұқу қорыжы орган векіллері, арбилер, қартлар, ожалар ве интернатларда бұлынғанлар кечмелі. Мұне бері сүйреклі хасталықлары олған инсанлар. Назирның сөздеріне көре кележек сене ашылама тек девлет парасына япылажақ. Взагалі вакцинувати в 2021 році ми повинні за рахунок держави. Принаймні тих людей, які входять до групи ризику. Таких людей майже 21 мільйон. Ишғал етілген Қырымда 424 яңы коронавирус хастасы белгіленді. 13 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғалжелер қанусы шекілде шубелі спутник 5 вакцинанен ашылама япы башлады. Бірінші оларақ әжілі ярдымда çalışқан 50 екімге япылған. Яқын күнлері Ахмеджеттің 7 санлы хастаханесінде 500 инсанға ашылама япмаға планлаштыралар. Ярамадаға Русейде япылған вакцинанын да 1000 дозасына кетірмек кереклер. Жедвел бойынша су берілігі ве яңы су чоқырақлары бошына қыдырылмасы. 4-ші ай ишғал етілген Қырым сакинлері бойлы режимде яшай. Ахмеджет ве трафындаки койлер, Алушта ве жыварында олған койлерден сон жедвел бойынша су берілігі Қырымнан Женебі Ялтаға да етті. Ишғалжілер елбашысы Сергей Аксенов Белогорская ве Тайганская су анбарындан су Ахмеджетке помпаланмасыны тоқтатмаға авал етті. Чүнки анда су севиесі о қадар эксілген тек буланчық су қалған. Су фелекеті ве ишғалжелерінің су құтлыға аққанда евбете келев қамыз. Қопқа бидон веллигенлер Қарасу базарының эфенді кой, Зеленогорская койнан сакинлері сув кетірген машинаны евінді олған сауытларнен қаршылайлар. Су автода экі керек кетірілі. 23 соқақтан ибарет олған койны 4 сақаджы машина суынен теменеті. Суыны Қарасу базардан кетірелер. Ама оны әрке салып етіштірмей. Оның үшін сакинлер чоқша су алып топламаға тұрыша. Зеленогорский сельский совет заключил договор с водой Крыма на подвоз воды. Осуществляется подвоз воды 4 раза в неделю. Вода питьевая, чистая, берется с истока в Белогорске. Қойылардан суда ярым ел эвелсі чекіліп кеткен. Сонра есе екене сув чоқрағы да құруған. Эфенді койге сув дақлардан келеді. Койде чоқтан яшағанлар біле бөле құрғақлықны қатырлап оламай. Привозит КамАЗ воду 2 раза в неделю. Вторник и пятница у нас. Запас водички делаем, сейчас ветер морозы, тем более приходится все убирать с улицы, чтобы вода не замерзала. Не искупаться, не приготовиться. Это сейчас, в последнее время, сейчас хоть начали возить, в неделю дают 300 литров, с понедельника до пятницу. Вот 300 литров воды. У меня 6 человек в семье. Тайганская ве Белогорская су анбарлары ажынықлы алды. Язда ишғалжелер ордысы мындан суына Ахмеджетінің су анбарына помпаламақ үшін су боруларына иншаат етті. Сонки күнлері Қырым пайтақтыны суынен темин еткен су анбарына сонки суларını помпалап чекіп алдылар. Оның үшін ишғалжелер елбашысы Аксеновның емірінен Ахмеджетке су помпаланмасыны тоқтаттылар. Ситуация не просто критическая, она печальная. Печальная тем, что действительно, Тайганское водохранилище превратилось в небольшую лужицу. Такое впечатление, что где-то в полях после сильных дождей образовалась лужа. Глубина засухи, которая постигла наш солнечный Крым еще в предыдущем году, она превзошла все ожидания как нас, эксплуатационщиков, так и науку. Поэтому наполнение водохранилища в прошлом году стало минимальным, что и привело, соответственно, сегодня к тому режиму, который в Симферополе имеет место быть. 4-ші ай ишғалжелер Ахмеджет сакинлеріне суыны жетвел бойынша бере. Башта саба ве ақшам 3 саат берілсе, шымды есе 2 сааттан беріле. Ахмеджет соқақларында балабан су сауытлары ерлештірілген еді, ама оларны да ері вақыт толдырмайлар. То, что у нас из водопровода, мы называем техническая вода. А готовим и пьем, это мы ездим на родник раз в неделю. Тяжелая обстановка сейчас, напряженная достаточно. Вода по графику, экономим, да, то есть все по часам дают, утром, вечером.
Москва ерған параға ишгалжелер акиметі яңы су чоқрақларына қыдыра. Ең азындан буақтай сабатлар берелер. Ишгалжелерінің шымдылік ең бұйық лейхасы бештерек зуя су чоқрағыдыр. 20 километр су борусыны зуядан Ахмежетке қадар кележек сене апрель айына қадар чекіп кетірмеге планлаштыралар. Шымдылік уч скважина қазылған. Да уч скважина қазылмасы көзде тұтыла. Уммен оларақ 1,5 миллиард рубле сарф етежеклер. У меня есть, например, вот эта вот часть Крыма, вот сюда, и вот от Судака на восток, где ситуация стабильно есть и стабильно будет. Опасения вызывает, условно говоря, Ялта и Алушта, где кроме дождей, которые пополнят водохранилище, ничего не существует. Базар ертесінден башлап Ялтада да су жедвел бойынша берілежек. Аксенов суыны қайғырып құлланмаға тепсиеті. Оның үшін сабаве ақшам учер саат берілежектір. Ялтаны су қытлығындан құртармақ үшін язда құруған учан суынан суларына помпаламаға істейлер. Кележек 4 ел деваманда ишгалжілер ярмадада да 30-ға яқын скважина қазмаға планлаштыра. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді деп өңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден ісе айырылманыз көрішкенже. Каковы были причины похода